Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода қалай біз Reels арқылы миллион просмотр жинадық, және ол миллион просмотрды жинаған стратегия, формат, система туралы айтатын боламыз. Әрине көбісі айтуы мүмкін, лишь бы күнде бір Reels салып отырсаң болды деп. Бірақ ол жерде сенде жоспар болмаса, сенде схема болмаса, жай ғана сенің лентаңа айтқанда мусорлар, әдемі кадрлар жиналып қалады, бірақ нәтижесі болмайды. Мен өзім осыған дейін 4 жыл бойы Жүргенов академиясында кино оператор мамандығында оқыдым. Сол жерде жалпы операторлық жұмысты меңгердік. Және сол жылдардың ішінде 7 қысқаметражды кино түсіріп, оның ішіндегі біреуі Мәскеуде ВГИК деген үлкен киноға арналған университетте ТМД-дағы 6 ел арасында гран-при ұтып алған болатын. Және одан кейін онымен қатарынан мен құрылыс саласындағы блогермен бірге жұмыс істеп, мен келгенге дейін 40 мың подписчик болды. Сосын бір жарым 2 жылдың ішінде біз 300 мың подписчикке дейін жеткіздік. Соның ішіндегі ең нәтижелі рилстардың бірі сол 3 миллион просмотр жинап 50 мың подписчик оқырман келді. Одан кейін 5 миллион просмотр жинады, 41 мың оқырман келді. Келесі жинаған миллиондық рилстардың ішінде как минимум 10 подписчик, 8 мың подписчик, 7 мың подписчик келді. Көбісінде болатын қателік ол жерде әрине видеом 3 миллион просмотр, 5 миллион, 6 миллион, 10 миллион жарайды просмотр жинады деп қуанады. Бірақ ол рилсінің басы, аяғы толықтай жоспармен жасалмағандықтан оған ешқандай подписчик келмейді. Максимум бір 0,2%, 0,3% подписчик адамдар ғана жазылуы мүмкін. Және сол жинаған миллиондаған адамның ішінен өзіне ешқандай заказ, клиент, лид ала алмайды. Ал жоспармен жасаған миллион жинаған Reels, как минимум осыге жинаған просмотрдың 1% немесе 0,5% подписчиков әкеу керек. Және одан да жақсы нәтиже, сізге одан клиенттер келіп, лидтер келіп, сіз одан табыс тапқаныңыз. Әрине мен айтып жатқан тәжірибемде менде өзімде миллиондаған база болған жоқ, көмекшілерім білетін адамдар болған жоқ. Бәрін өз тәжірибемде көріп, қателесіп, ол арқылы түсінген сабақтарым. Бұл видео сіздерге жай ғана атып қана қоймай, жұмыс істейтін, нәтиже беретін контентті қалай құрастыратынымызды, қалай ойлап табатынымызды көрсетемін. Және оған қоса сенде жаңадан бастап жатқан болсаң, қалай сол лайфхактарды, схемаларды қолдану керектігін көретін боласың. Біріншісі, неге көп рилстардың әлсіз болып шығатынының 5 себебі. Бірінші себебі, жаңа мен айтып кеткендей, жоспарсыз, схемасыз, просто жай ғана хотя бы болсыншы рилс деп сала беру сапасыз. Әрине одан белгілі бір подписчикке дейін жетуіңіз мүмкін, бірақ онымен сіз алысқа бармайсыз. Және жаңа айтып кеткендей, рилсіңіз просмотр жинайды, бірақ одан сіз аз нәтиже аласыз, яғни аз подписчик және клиенттеріңіз болмайды. Клиенттеріңіз болмаған себепті сіз ақша таппайсыз, ақша таппағаннан кейін 1-2 айдан кейін сіздің мотивацияңыз құрып, әрі қарай жалғастыруыңыз екі талай болуы мүмкін. Екіншісі, не үшін Reels түсіру керектігін білмеу. Ол жерден подписчик жинау үшін бе, личный бренд танымал болу үшін бе, немесе сатылым жақсы болу үшін бе, клиент жинау үшін бе, немесе жай ғана контент үшін бе. Бұл жерде сіз рилстарыңызды түсірмей тұрып, сіз нақтылап анализіңізді жасау керексіз. Мен қазір түсіретін контенттерім кімге керек, және қалай мен ол контенттерді адамдарға қызықты түсіре алам, қызықты қылып жеткізе алам. Оның артынан мен энергиямды, уақытымды құртқаннан кейін қалай өзіме пайда әкеле алам деген жоспарыңызды құрып алу керек. Сол арқылы сізде не үшін, қалай, қандай мақсатпен Reels түсіріп жатқаныңыздың анық жолы пайда болады. Үшіншісі, видеоларыңыз эмоциясыз, аудиторияны қыздырмай, тек пайдалы ақпарат қана беру. Бұл жерде даже қазіргі уақытта Reels түсірген кезде пайдалы ақпаратты беру үшін адамдарды ойлап, мә сендер үшін деп айтып жатсаң да, көбісі лентаны көріп жатып, әрқарай сізді өткізіп жіберуі мүмкін. Өйткені алғашқы секундтарда сіз пайдалы ақпарат деп, немесе пайдалы ақпаратыңыз қандай тақырыпта екенін 3 секундта айтып үлгермесеңіз, және ол адамды қызықтырып ұстап қалмаса, интриговать етіп, эмоция білдіріп, сіздің видеоларыңыз ол кісіге қызықсыз болып, соның кесірінен нәтижесіз Reels шығады. Төртіншісі, камера қойып, свет қойып, костюм киіп, боянып, бірақ сценарийіңіз немесе жалпы сөйлем құрылымыңыз дайын болмауы. Бұл жерде жаңағы үшінші және осы төртінші айтып жатқан маңызды ақпараттарым бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені әдемі кадр болуы мүмкін, әдемі свет болуы мүмкін, әдемі тұрған сіз болуы мүмкін, өзіңіз қойылған болуы мүмкін, бірақ
айтып жатқан ақпаратыңыз адамды қыздырып, аудиторияңызды қыздырып, эмоция білдіретіндей болмаса, ол сізбен бірге видеоның соңына дейін болмайды. Максимум сіздің видеоңызды көрген кезде, мә, жақсы кадр екен, вау, жақсы сөйлеп отыр екен деп айтқаннан кейін, енді не айтып жатыр екен деп тыңдаған кезде сөйлеген сөзіңіз, контекстіңіз, жаңағы сценарийіңіз біртүрлі болып, құрылымсыз болса, мағынасыз болса, оның маған не керегі бар дейді, таш кете береді. Және бесіншісі, көп адамдардың қателесіп ойлайтыны, ол трендті қуып, көп подписчикке жетіп танымал болам деуі. Әрине, тренд қуған жақсы, сізге жақсы охват әкеледі, жақсы аккаунтыңыздың, страницаңыздың қызуына, адамдардың белсенділігіне әкеледі. Бірақ трендтің өзі ұзаққа бармағанда, сіздің де страницаңыздың, парақшаңыздың белсенділігі ұзаққа бармайды. Адамдар трендті қалай уақытша есінде сақтап, потом ұмытып кететіндей, сізді де сіздің личный брендіңізді, сіздің рекламаңызды түсірген видеоларыңызды ұмытып кетеді. Және бұл жерде де жаңа екінші тармақта айтып кеткендей, жоспар керек, система керек. Бірақ маған бірінші жоспар керек, маған система керек деп те идеальный системаны құру үшін көп уақыт құртып, бірақ видео түсірмеу де негізі кішкене қателік. Өйткені сіз өзіңіздің системаңыз, жаңа жоспарыңызды идеально жасаңыз келіп, оған басыңыз қатып істей алмайсыз. Өйткені сіз түсінбейсіз әрі не істеу керек екенін, воронка қалай болу керек екенін, жалпы ситуация қалай жүру керек екенін сіз түсінбейсіз. Өйткені сізде аудиториямен байланыс жоқ. Ал аудиториямен байланыс болу үшін сіз рилс түсіру керексіз, контентіңізді үздіксіз жай-жайдан болсын бақылап, видео салып, эксперимент жасау керексіз. Алғашқы бастаған кезде сізде басыңызда неше түрлі вариант тұрады. Так, бүйтсем бе екен, екіншісінде былайнандай формат жасасам бе екен, одан кейін тағы басқаша формат жасасам бе екен деп. Лучше соны қағазға жазып, форматтарды тық. Сосын форматтарды жазғаннан кейін соларды эксперимент жасау керек. Так, мынадан бір форматтан бір видео салып, мынадан бір форматтан бір видео салып, мынадан бір форматтан бір видео салып, қайсы формат маған жақын өзіме, түсіргенге, өзім одан ләззат, рахат алам, және аудитория қайсысы өтімдірек, соны бір-бірімен салыстырып, баланс жасап, контентіңізді жоспарлау. Бірақ жоспарлаған кезде де прям бір 10 жылға, 5 жылға жоспарлап, нақтылап, бәрібір үтір нүктесіне дейін жазып керек емес. Өйткені сіз жаза алмайсыз. Жаза алмағаннан кейін сіз қиналасыз, депрессияға түсесіз, стресс болып, болды, мен түсірмеймін, менің қолымнан келмейді деп, қолыңызды бір сермеп кетіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан ондай болмас үшін примерно жазыңыз, жоспарлап. Хотя бы кішкене хотя бы бір аптаға болсын көзіңіз ашық болып, не салатыныңыз, не жоспарлайтыныңыз бір айға болсын примерно жазып қойсаңыз, оның өзі сізге күш береді. Сіздің системамен, жаңа мен айтқандай, жоспармен жүруге, нәтижелі рилс түсіруге, нәтижелі контент жасауға итермелейді, ықпал болады. Так, екінші бөлімде менің қолданатын системамда, менің қолданатын жоспарымның бір бөлігін қалай істейтінімді көрсетіп кетемін. Бірінші қадам ол мақсатыңызды, жоспарыңызды, алдағы қадамдарыңызды анықтау. Сен өзің не қалайсың? Оқырман қаласаң, сенің контентің адамға тартымды, қызықты және экспертный болу керек. Клиент және продажа сатылым болған қаласаң, сенің рилстарың, контенттерің продажаға байланысты, сенің сол сататын услугаңды, сенің сол сататын қызметіңнің сапасын, мықтылығын, нәтиже бере алатындығын, адамдарға эмоция сыйлап, оларға пайда әкелетіндігін көрсететін контент жасау керек. Бірақ ол контент жасаған кезде де ал деп қана прямой сатпай, адамдарға айналдырып әкеп, сапасын көрсетіп, эмоция білдіріп, нативный продажа сияқты қылып сату керек. Егер сен танымалдылықты, лояльностьті қаласаң, өзіңнің жеке өткен тарихыңды, өзің жеке өткен өміріңді, қызықты жайттарыңды, қиналған кездеріңді, қуанған кездеріңді, нәтижелеріңді, құлаған кездеріңді жақсы, қызықты қылып адамдарға жеткізе білсең, адамдар сені тани бастайды. Бірақ ол бұл үшін сізде арттағы болған өміріңізде бір үлкен бір тәжірибе болу керек, үлкен бір өткен жолыңыз болу керек. Адамдарға көрсете алатындай, адамдарға үйрете алатындай, адамдарға бір ақыл айта алатындай. Ал артыңызда ештеңе жоқ болып, мен енді бастап жатырмын деп тұрып, танымалдылықты қаласаңыз, ол сізге қиын соғады. Адамдарды өзіңізге тартуыңыз екі талай болады. Екінші қадам, 3 пункттың қиылысында контентті құрастыру. Бірінші пункт, сен не істей аласың, сенің қолыңнан не келеді? Мысалы, менің қолымнан видеоны жақсы түсіру келеді, сапалы түсіру келеді. Мысалы, менің қолымнан сөйлеу келеді. Мысалы, менің қолымнан монтаж жасау келеді, контент, сценарий
құру, идея құру келеді. Екінші пункт, сенің аудиторияң адамдарға не қызық? Мысалы, менің аудиторияма менің кейсімді, осыған жасаған жұмыстарымның нәтижесін көру, қанша миллион просмотр жинадық, қанша мың оқырман жинадық, одан кейін онда рилстарды біз қалай түсірдік, ол всегда нәтижелі болды ма, қандай кезде қиындықтар болды, қандай кезде идеяны ойлап таба алмай жатқанбыз, не істедік біз. Одан кейін сол жердегі менің түсірген рилстарымның, түсірген видеоларымның қателіктерін және плюстарын, минустарын талдағаным адамдарға қызықты. Және үшінші пункт, адамдарға не қажет? Менің жағдайымда адамдарға менің видеоларымды көріп, қалай нәтижелі рилс жасау керек, қалай жай ғана миллиондаған просмотр жинап қана қоймай, сол арқылы подписчик жинап, сол арқылы өзіне пайда келетін контент жасау. Адамдар соны үйренгісі, білгісі келеді. Осы үш пунктті бір-бірімен құрастыра отырып, сіздің жаңағы жоспарыңыз, схемаңыз, қандай контент түсіретініңіз айқындалады, анықталады. Және менің осы тәжірибем кадр туралы, адамдардың алатын эмоциясы туралы, олардың не үшін көргісі келетін туралы, драматургия, жаңағы сценарий, адамдар қызықтыратын туралы ойлауды, жоспарлауды үйретті. И соның арқасында рилстарды мини-кино, мини-фильм ретінде түсіріп, сол арқылы нәтижелі рилстар бола бастады. Үшінші қадам рилстағы механикамен және эмоцияның бір-бірімен байланысы. Бірінші механикада ол жерде сіздің рилсіңіздің тақырыбы, темасы қандай болу керек, маңызды, актуальный, адамдарға қызықты, оларды немесе қызықтырып жіберетін, немесе олардың қиындықтарына, ауруларына, мысалы бойларына тигізіп айту. Одан кейін сіздің рилсіңіздің форматы жай осында әңгімелесіп отырып формат болуы мүмкін, тез формат болуы мүмкін, тез кадр ауысады, эмоцияңыз ауысады, эффекттер ауысады, немесе вообще сөзсіз формат болуы мүмкін. Текстпен, ол да адамдар өтеді. Егер қызықты болса, егер адамдарды қызықтыра алсаңыз. Одан кейін сіздің жаңағы рилсіңіздің структурасы қандай болу керек? Так, структурасы басында мен бүйтіп айтамын, одан кейін мен айтып келіп, мынандай темамен қызықтырамын, өзімнің қандай екенімді көрсетемін, и сөйтіп келіп комментарияға бүйтіп жазу керектігін көрсетемін, и сөйтіп келіп досына жіберетіндей қылып сөз айтамын, сөйтіп менің рилсім көп просмотр жинайды, активность көтеріледі, және аккаунтымда белсенділік көбейеді деген сияқты қылып структура жазылады. Одан кейін эмоция. Сіздің айтып жатқан әңгімеңіз, сіздің айтып жатқан сөздеріңіз, историяңыз, тарихыңыз қызықты болу керек. Жай ғана мен бүйттім, мен сөйттім деп айтудың қажеті жоқ. Ол жерде жаңағы историяңызда екіншісі мысалы конфликті. Сіз жай ғана бәрі гладко болған жоқ қой, бәрі күшті. Мен бүйттім да, ананы алдым да, бүйттім да, болды. Күшті болып кетті, бәрі дейтін емес, адамға қызықсыз, успех деген сияқты. Сіз басында алдыңыз, сосын қадалдыңыз, бүйттім, не істесем болады, байламай миллион теңгеге қарызға кірдім деген сияқты, немесе жоғалтып алдым, немесе ұрысып қалдым деген конфликт болып деп адам сізді уайымдап кетіп, и уайымдағаннан кейін күтеді соңында, не болады екен, не істейді екен, так деп. Мысалы келтірсе болады, бір әйел тұрады, осылай, кадрдың әр жағында, кадрдың бер жағында, ближний кадрда сүт тұрады, қайнап жатқан сүт. И кадрда жазылып тұрады, қызым сүтті қайнатылмаңдар, анау мынау, таяқ жейсіңдер деген сияқты. Ана қыз телефон қарап отыр да, и сөйтіп көтеріліп кетір. Сен тосасың соңына дейін, анам не істейді екен, төгіліп қаламын екен деп уайымдайсың. Конфликт қой іздеп жүр. Былай қарапсаң, уже сен адамды как минимум 5-6 секунд ұстап қалдың. Одан кейін сенің видеоңды әрі қарай қарайды ол адам. Сен тұрып әрі қарай жаңағы схемамен, структурамен адамды әрі қарай ұстап қалып, өзінің айтатын ақпаратынды айтып, и оны қимылға, действиеге әкелесің. Соңында сол жаңағы конфликт болды. Конфликт болғанда сен күтеді ғой, не істегеніңді, қалай оны алдын алып, немесе қатеңді түзегеніңді. Сол преодоление адамдар көргісі келеді. Сен де сол қалай жетістікке жеткеніңді, сол қиындықта өткеніңді өйтіп жеткізе білсең, адамдар сенің историяңды қызықты көріп, эмоция білдіреді, және сен олардың есінде қаласың. Өйткені адамдар жай ғана факты, жай ғана просто прямой айтылған ақпаратты қабылдамайды. Оларға сенің сол жай ғана қарапайым ақпаратты қалай жеткізгенің қызықтырақ, қалай әкелгенің, әңгімеге айтқаның қызықтырақ. Мысалы, менде қарапайым рилс болды, 3D дизайн. 3D дизайнды ана жерде просто айтыпаттық біз.
осылай аласың, бүйтіп қоясың, мына жерге мынаның орнына мебельді қоясың, мынаның орнына мына мебельді қоясың, мынаны бүйтіп кесесің, бүйтіп қоясың деп айтып жатты. Былай қарап тұрсаң, қарапайым видео. Бірақ ол видео басынан бастап-ақ адамдарды қызықтырды. Өйткені біз ол жерде әртүрлі фишкаларды қолдандық. Адамдардың есімін айттық, немесе бір түрлі жизаларды айттық. Мысалы, ортаншы бала туралы, немесе үйдегі конфликт туралы, әр үйде болатын конфликт туралы, немесе ортасында сол кездегі мысалы, мен бір сол видеоны салған кезде Тауасар, Қайсар мен Африкада жүрген екеуі қызықты болатын. Бәрі соны көретін, бәрі соны қызыл талқыға салатын. Сол кезде мен де соны текстің арасына тығып жіберіп, қызықты қылдырып жібердім. И соңында адамдарды действиеге келдім. Менде бір жағдай болды. Сондай екеуі де ұқсас контент идеясы. Бірақ біреуінде мен маған тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттар менде бар, лайк басыңыздар, видеоны сақтаңыздар деп айтпадым. Ұмытып кеттім ба, немесе қоспадым ба. Ал екінші видеода мен оны қостым. Прям сөйлеп тұрып, жаңағы блогер айтады осылай. И күшті шрифтармен, анимациялармен кетеді. И екеуі де мысалы 2-3 миллион просмотр жинаған, біреуінде 50 мың подписчик жаңағы, а біреуінде 900 ба, 500 ба сондай подписчик. Мына қойып кетемін. Подписчик. Ойлаңыздаршы, неге олай? Сол жердегі менің қателігім, сол структурасын құрып, соңына адамдар действиеге әкелмегенім. Жай структурасын құрғанымен, оны соңына дейін нүктесін қойып аяқтамағаным. Сол менің қателігім болды. Сол жерде мен бәленбай мың адамды жоғалтып алдым, тіркелмеген. Өзімнің, ол менің клиенттерім бұл біздің клиенттер болуы мүмкін бе еді, ол бізге бәленбай мың продажа, пайда әкелетін бе еді. Сондықтан жинаған нәтижелі рилстар, олар структурамен, жақсы оймен жоспарлап қойылған жеке контекст, сценарий, сөздер. Және үшінші бөлімде мен сол рилстарды қалай жасаймын, сол туралы қазір жік-жігімен айтып түсіндіретін боламыз. Біріншісі, сценарийді, идеяны мен қалай істеймін. Негізінде көбінесе, мысалы мен блогермен жұмыс істеймін, ол стройка саласында жұмыс істейді. Көп идеялар в моменте келеді, сол сәтте келеді. Мысалы біз үй салып жатырмыз, үй салып жаттық, ол кезде бір какой-то проблема болып қалады, немесе ремонт істеп жатырмыз, какой-то проблема болып қалады. Так, проблема бар, мына проблеманы айту керек адамдарға. Ол проблема басқа адамдарда болуы мүмкін емес, болады. Проблема айту керек, и соның решениесін айту керек. И біз сол бәленбай мың адамға көмектесеміз деген сияқты идея келеді. Жазып аласың. Моментте келген идеяны жазу керек сразу. А то ұмытып қаласың, қалай еді деп. Еске алғаныңмен сенде біріншіден мотивация болмайды, екіншіден сен толық оны еске алмайсың, и какой-то бір мән мағынасы кетіп қалады. Кейбір кезде лента, мысалы, рилс қарап жатқанда, тикток қарап жатқанда адамдардың контенттері, идеялары ұнап қалады. Есен тұрасың да, так, мына идея жақсы екен, мына структура жақсы екен дейсің да, өзіңнің контекстіңе, өзіңнің аудиторияңа түзетіп, өзгертіп аласың. Сосын кейде, мысалы, бізде Инстаграмда тек қана контент салып, сторис салып, бірақ кері байланысқа мән бермеу деген ол дұрыс емес. Өйткені сіздерге подписчиктер жазады, оқырмандар, так, сізге, мысалы, кейбір жазады, бөледі ғой, рахмет деп жазатындары бар, сен жамансың, өтірікшісің деп жазатындары бар, ал кейбіреуі бар, өзінің проблемасын жазады. Ағай, осы, мысалы, бізде ремонт бойынша блог болды. Ол ремонтта менде бүйтіп мынандай болып отыр еді, менде мынандай болып отыр еді, біз мынандай болып отыр еді деп өзінің қателігін айтуы мүмкін, өзінің нәтижесін, алған лайфхактардың кері байланысын айтуы мүмкін. Сол арқылы да бізге идеялар келеді. Так, мына кісінің мынандай бойы бар екен, бұны қалай көрсетсек болады адамдарға? Бұндай бойлар басқа адамдарда да бар ғой деп. И соны айналдырып біз біздің контентке жаңағы эмоциямен, структура бар ғой, мен сіздерге айтқан эмоциямен, жаңағы бірінші айтылатын адамдар тамсандыратын сөздермен алып келіп контентке түсіреміз. И мен, мысалы, ойыма келді сол жаңағы идеяның бәрі, мен жасырмай, мен ChatGPT-мен бірге жұмыс істеймін. Өйткені ол менің көп уақытымды үнемдейді. Бірақ ChatGPT жазып берген текст алып ұра беруге де болмайды. Өйткені ол жерде жасанды интеллекттің сөз екені білініп тұрады. Ол жерде құрғақ сөздер, мағынасы жоқ, бірімен байланыс жоқ, әсіресе қазақ тіліне жазған кезде. Ол жерде, мысалы, мен жаңа идеямды айтам басында, бүкіл мысалы жинақталмаған идеяларды, ол маған жаңағы бәрін естіп сөздерімді, соны маған бір структура жазып береді. Так, сенің бір идеяң мынандай бар,
бір идеяң мынандай бар, бір идеяң мынау былай жақсы, мынау былай жақсы деп маған реттеп береді, как полкаларға салып бергендей. Сосын оны тұрамда мен одан сайын нығайтам, одан сайын жақсы қылдырам. Қалай? Менде бірнеше промпттар бар, ChatGPT-ге арналған промптты жазам, арнайы. Сен бүйтсең, ережелер ғой. Сен бүйтесің деп оған задание берем. И соңынан жаңа өзім жаңа берген структураларды, идеяларды, сценарияларды жіберем. Ол тұрады, одан сайын лучше жазып береді. Так, давай, сен аялдың слабый екен, адамды ұстай алмай қаласың, мына жерде идея ауытқып кетіпті, басқа нәрсе туралы айтып кетіпсің, давай бүйтейік деп, одан кейін сол ошибкалардан кейін маған 2-3 усиление жаңа жақсартулар ұсынады. Сөйтіп мен жаңағы біріншісі варианты бар, сырой, екінші варианты бар, более улучшенный, одан үшінші менің басымдағы идеяны жалпы дұрыс деп санайтын ойымды үшеуін қосамда нақты бір железобетонный сценарий шығады. Ал енді екіншісі форматтарда, стильдерде мен қандай жолдары бар, соның бәрін комбинировать етемін. Мысалы, бізде адамдарға жеткізу жолы бар ғой, пост-карусель бар, одан кейін жай рилс бар. Рилстың өзі бөлінеді жаңағы. Сөйлеп отыратын рилс, сөйлемей отыратын рилс деп ше. Описанияға әкететін рилс, одан кейін комментарийға әкететін рилс деген сияқты әртүрлі жоспарлар бар ғой. Жаңа пост арқылы айттым, прямой эфирге әкелетін, сторисқа апаратын, актуальныйға апаратын өзінің жолдары бар. Айтқан кезде де контенттің ішінде өзінің экспертный пайдалы ақпараттарды, одан кейін өзімнің жеке өмірімдегі жағдайларды, одан кейін визуалды әдемі кадрларды арасында қосып комбинировать етуге болады. Қалай комбинировать етеміз? Біз жаңа басында өзіңіз жоспарыңызды құрдыңыз. Қалай істейміз, қалай апарамыз, адамдарды қалай әкелеміз, қандай жолмен сөйлейміз деген сияқты. Соны жігі-жігімен бөліп қоясыз. Мысалы, экспертный рилста, сценарийді мен айтамын. Одан кейін соны айтқан тақырыбыңызды, мысалы, мен қалай миллион подписчик жинау керек деп экспертный рилста айттым. Потом келесі рилста немесе постта мен тұрамда, мен қалай жинадым деген сияқты. Мен бір рилспен мынандай просмотр, мынандай подписчик жинадым, қалай жинадым деген сияқты бірін байланыстырып, цепочка сияқты істесеңіз, сол кезде комбинированияның жаңағы стильдердің нәтижесі жақсы болады. Төртіншісі, мен сценарий құрған кезде жалпы түсірер уақытында, контентті құрар уақытта мен стресске кетіп қалып, андай басында болатын, көп отырасың, миың ашып кетеді, жазғың келмей қалады, кетші дейсің да, жазбай кетесің. И одан кейін әрі қарай съемка істеуге де желание болмайды, и сөйтіп қалады. Ал қазіргі уақытта ең дұрысы бүкіл мүмкіндікті пайдалану. Бұл жерде қандай мүмкіндіктер бар? ChatGPT бар, жаңа мен айтқандай промпттарды қолданасында, хотя бы основасын жасата аласың. И одан кейін әрі қарай өзің доработка істейсің. Так, бүйту керек, мынаны түзу керек, түзейсің, короче. И одан кейін можно HeyGenді пайдалануға, Eleven Labs'ты пайдалануға. Менде мысалы мынандай ситуация болды. Ана блогерге зафоновый текстпен сөйлейді. Сонымен кадрларды қойып, субтитр жазып, бір рилс жасау керек болды. Ол жерде жаңағы блогердің уақыты болмады, бір форс-мажор ситуациялар болып қалды. Мен сол кезде тұрғанда ол кісінің бұрынғы видеоларын алдым, сөйлеп жатқан. Соны жаңағы Eleven Labs'қа жібердім да, ол доработка істеді, ана кісінің сөйлеуін, сөз мәнерін, ұқсас дауысын бәрін қосып и дайын сол адам, тура сол адамның дауысындай қылдырып, и ассистент жаңағыдай қайтып оратор дайындап берді да, мен оған текст жіберемін, ол маған тұрады соны сөйлеп береді. Бірақ қазақ тілінде ондай доработкалар кішкене қиын жұмыс істейді. Кейбір кезде дұрыс жасамай қалуы мүмкін, немесе сапасыздау болуы мүмкін да. Соны ескеру керек. Сондай ситуациялар бар. И-ді немесе функцияларды жаңағыдай сіздің уақытыңызды үнемдейтін, сіздің энергияңызды үнемдейтін заттарды барынша өзіңіздің пайдаңызға қолдану керек. Басындағы алғашқы уақыттардағы мен бір рилс идея үшін бір күн кетіп қалуы мүмкін еді. Ал қазіргі уақытта бір рилс идея үшін жарты сағаттап максимум сонда кетеді. Әрі қарай түсіресің и саласың, кетесің деген сияқты. Енді қорытындылай келе, сен енді бастап жатсаң, өзіңе жаңағындай нәтижелі рилстар түсіруді қаласаң, сол арқылы клиент әкеп, сол арқылы сатылым жасағың келсе, және әртүрлі адамдарға өзіңнің услугаңды, қызметіңді, как продюсер ретінде, рилсмейкер ретінде сатып ұсынғың келсе, саған басқалар сияқты жай ғана түсірудің қажеті жоқ. Соған орай қазір мен
қалай мықты, востребованный, яғни сұранысқа ие Reels продюсері болуға үйрететін Reels на миллион атты курс дайындап жатырмын. Ол курста біз қалай сіздің аккаунтыңызды өсіру үшін, дамыту үшін қалай дұрыс стратегия, дұрыс жоспар құру керектігін үйретеміз. Оның ішінде қалай креативный идеяларды ойлап тауып, қалай сценарий дұрыс күшті жазу керектігін, менің бірнеше жылдық кино оператор ретіндегі опытымдағы түсірілімді, монтажды қалай киношно, сапалы, качественно жасау керектігін көрсетеміз. Сіздің товарыңызды, услугаңызды, қызметіңізді сату бағытында контентті құруды көрсетеміз. Және Reels арқылы нөлден бастап жатсаңыз да, жаңадан бастап жатсаңыз да қалай табыс табу керектігін көрсетеміз. Сондықтан Reels продюсер саласында мықты маман жолында біздің Reels на миллион атты курсымызда жолыққанша.